Елдің өзі жұмыс жоқ, мен аңдығаннан басқа. Сіздер неге Құран, шариғат, дінді аңдымайсыздар? Өзің амалыңды аңдысашы, сен не қыласың, мен шапанымды аңдып. Қазір ютубта да сол Нұрлан қате айтты. Нұрлан десе бәрі есі ауатын болды. Бұдан басқа уағыз жоқ па? Қазақстанда Нұрлан болмаса, Қазақстан не болып кетер еді өзі? Бұл қандай сөз бұл өзі? Бұдан басқа жұмыс жоқ па сіздерде? Мен шапанымды аңдып, мен сөзімді аңдығаннан басқа, мен сөзімді қиып алып ютубта салғаннан басқа не басқа сөз жоқ. Жұмыс жоқ па өзі? Басқа бізде айтатын нәрсе жоқ па не? Айта бер уағызыңда. Имам молдалардың да аңдығаны мен болдым. Мынаны қате, мынаны уағыз айтсайшы, сен не қыласың, мен қатемді айт. Уағыз айт, елді жақсылыққа шақырайық біз, намазға шақырайық, ибадатқа шақырайық, құлшылыққа шақырайық. Бір-бірімізді аңдығаннан басқа. Өмір уағыз айтпайтындар бәрі уағыз айтып, оныкі қате, оныкі қате. Бұл басқа уағыз жоқ па сендерге? Ораза ұстайық, намаз оқиық, коррупцияға бармайық, ұрлыққа бармайық дегенге жоқ. Бәрі жинап алып, мен аңдиды, менен басқа немене? Қазақстанда уағыз айтпаған ба ешкім? Ұстаз, жауап беріңізші. Қыз бала 28 жас, махаббат жоқ, бірақ сыйластық бар. Тұрмысқа шығуға кезіккенше махаббат. Махаббатын күтіп жүріп, енді кешіріңіз ол сөзді айтқаным, байсыз қалып қалмасын. Сондықтан жаным, өзі келіп тұр екен, пісетін жеріне пісіп, жететін жеріне жетіп тұр екен. Енді несін күтіп жүрсіз? Күйеусіз қалып, ертең бір атқа, затқа қала ма? Барсын, махаббатты күтіп не қылады? Мына жерде махаббатпен шыққан, 6 мың ішінде отыр, махаббаттары страшный болған. Бір-екі рет боқтап, бір-екі рет үйде тамақ піспей қалғанда, махаббат ақша бермей қойғанда, махаббаттар өшіп қалған бәрінің. Ары қарай өмір жалғаса береді екен. Сөйтсе, махаббат жоқ жерде түсіністік бар. Бағанағы сөйлескен қызыңыздың адамы түсіністік болса, общий диалог. Мысалы, мен алам десе, бұл барам десе, түрі жақсы, маймақ емес, мұрны картошка емес әйтеуір. Не керек, бір иманды, салиқалы, бір дұрыс жердің баласы болса, ешқандай мәселе жоқ. Не істейсіз қызыңызды? Құшағыңызға сыйған қыз қарныңызға, енді құшағыңызға сыймайды. Жіберіңіз оны, бақыты ашылсын, барсын. Не істейсіз оны? Ертең сізді қарғап өтеді. Егер содан қой, махаббаттың керегі не, айтыңызшы? Махаббат не картошка, не выкинешь в окошко дейді. Лақтырамайсың, ясың? Махаббат olan басқа халықтарда болады. Сезім, гүл келеді, гүлмен келу керек, на колени жата қалу керек, соны предложение жасау керек, бәріміз плакат сап тұруымыз керек жаңағы. Ура, ура деп, құттықтаймыз деп, гүлдер шашу керек. Бола ма сол? Жоқтан ары қарай жүре береді өмір. Күйеуге шық деп айтыңыз күйеуіңізге, қызыңызға, барсын. Алам деп тұрған адам, сол арам деген адам алмай қою мүмкін. Жаңа ғана бір қарындасыммен сөйлесіп жатырмын, қажылыққа келіп. Папамның жылы өтсін дейді. Жылын өткізбейсің, күйеуге шыға бересің. Жылы өте береді. Сен алып кетсін құда түсіп. Содан кейін той томалағыңды нағыз қазақшылыққа саламыз да, бір жылдан кейін өткізіңіз. Күйеуге өзі шықпай қалған адам сөйтіп айтады, шықпаңдар күйеуге. Ол біреудің тағдыры біреуге жол емес қой. Сен таяқ жесең күйеуіңнің елдің бәрін бай ондай болады деген сөз емес. Шығыңыздар, жақсылық болсын. Жақсылық болсын жаным. Әдемі жігіттерді ешкім әкеп бермейді сізге. Жақсы ұрмайтын ешкім. Құдай одан сақтасын. Бәрі орында қалады, бәрі орнына түседі жаным. Сақал егуге болады ма? Қазір осындай мода болып жатыр. Сақалға бірінші сол сақалға лайықсыз ба деген сұрақ қойыңыз бірінші. Сақалды егуді қоя тұрыңыз, көшет жасап, көктемде суғарып, оған жұмысы көп, сіз былай қылыңыз. Сіз бірінші сол сақалға лайықсың ба деген сұрақ қойыңыз өзіңізге. Пайғамбардың сақалымен жүрген, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сақалына мен лайықтым ба? Мына сақал ауызды жабады. Сол ауыздан боғауыз шығып жатқан жоқ па? Ұятсыз сөздер шығып жатқан жоқ па? Өтірік сөздер шығып жатқан жоқ па? Ғайбат біреуді жамандап, имам молдаларды жамандап, патшаны жамандап, әйелді жамандап, енеңді жек көретін, қайнатаңды боқтайтын мынандай сөздер шыққан жоқ па? Соған қарау керек та бірінші. Осының бәрін тәрбиелесең, мына ауызға ие болсаң, сақалың өз, бір сақалың өз сен үшін авторитет болады. Ал сақалың мынандай болып өссе де, мынаған ие болмасаң, ол сақалдан қайыр аз болады. Ереже солай. Егу деймет, қазір егет, шашты егеді, сақал егеді, қазір өзі егетін заман ғой. Жолдасым көңіл бөлмейді, не істесем болады дейді.
мен білмеймін ғой енді сіздің күйеуіңіз неге сізге бөлмей жүрген. Жаным ау, сіз қарамайсыз өзіңіз. Мүмкін сіз кішкене жуыну керек шығарсыз, шашыңызды тарау керек шығарсыз, кішкене былай толық қыз шығарсың, кішкене арықтау керек шығар. Бір екі Ләйлә Сұлтанқызы ханымның арықтау несіне қосылып. Мүмкін кішкене неңді жетілдіру керек шығар. Как стать хорошей женой деп оқу керек шығар. Жүріс-тұрысыңды түзелеу керек шығарсың. Жақсы сөз жетпейтін шығар, мүмкін күйеуіңе көңіл жетпейтін шығар, содан кейін кішкене тісіңді жуу керек шығар, білмеймін енді әтірлерді себу керек шығар, соң кішкене былай жымиюды үйрен, көп қой енді. Сіз соған қарай күйеуіңіз беттеледі. Онда да болмаса соң көре жатарсың, Құдайға бұрыл, намаз оқы, я Алла осы күйеуім маған бұрылсын деп дұға қылсаң, Алла жүрегін ашады енді. Ереже солай. Әйтпесе оның несі дұрыс емес. Күйеусіздікі. Сондықтан соған қарай бейімделіңіз. Ол біреудің сөзін тыңдай бермеңіз. Түсімде Арман ұстазға күйеуге шығып жатырмын дейді. Енді әумин деп айтамаймын, ол кісінің жанұясы бар ғой енді. Әумин деп айтамайды екенмін. Сен Арман ұстаздан да жақсы біреуге күйеуге шық. Бағың ашылсын айналайын. Мәселе ол үлкен адамға, атақты адамға шығу емес. Мәселе өзіңнің теңіне сай, тең-теңімен, тезек қабымен дейді. Сондай бір өзіңді сені түсінетін, сені оны түсінетін бір салихалы қызға шықсаң, меніңше артығырақ болады сол. Сол маңыздырақ болады. Ұлға шықсаң деген қызға деппін ғой. Сол. Бағың ашылсын айналайын. Сен Арман ұстаздан да жақсы тап жаным. Енді Арман ұстазға әумин деп айтсам, үйдегі жеңгем ренжиді ғой. Сіз не істеп жүрсіз деп. Басқа нәрсеге әумин демейсің бе деп. Баяғыда бір жерге бардым, бір асқа ба, Құдайға ма. Соның бір үлкен кісі, бұлай галстук таққан, сондай бір қарын шыққан бір кісі отыр екен, үлкен кісі. Соған әумин деңіз ата дедім ғой. Мен бәріміз әумин болайық деді ғой. Сол сияқты болып қалып жүрмесін дегенім ғой, әумин болып. Бірақ бағың ашылсын айналайын. Арман ұстаз мен бауырым, жақсы досым. Ол кісі түсінеді.